Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгін үшінші дәрісіміз, яғни жерді есепке алудың қызметі мен сипаттамасы, түрлері және әдістері. Жер есебі жер кадастрының құрамды бөлігі ретінде халық шаруашылығы есебінің бір түрі болып саналады. Оны жүргізу әдістерінің өзгешелігі жердің өндіріс құралы және жылжымайтын мүлік объектісі ерекшелігіне байланысты болады. Халық шаруашылығы салаларында жерлер әртүрлі мақсаттар үшін пайдаланылады және соған лайықты оның есебі жүргізіліп отырады. Жер тұрғын үй, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы, көлік кәсіпорындары, мәдениет мекемелері, денсаулық сақтау, қорғаныс мекемелері мен ұйымдары және тағы басқа құрылыстар орналасқан орын ретінде есептелінеді. Өндірістің кейбір салаларында, мысалы ауыл және орман шаруашылығында, операциялық базис ретінде жер есебінен басқа олардың өндіріс күштері, негізгі өндіріс құралы ретінде есепке алу қажет. Бұл, яғни жердің сапалық жағдайы мен пайдалану туралы арнайы мәліметтерді алуға қажеттілікті туғызады. Бәрінен бұрын бұған ауыл шаруашылық алаптарының құрамы мен сапасы туралы мәліметтер жатады. Жер телімінде жерді сапалы сипаттау және сандық бейнелеу үшін заттық немесе натуралды деп айтамыз, өлшеуіштер қолданылады. Есепке алу республиканың жер қорын тиімді пайдалану мен қорғау үшін қажетті пайдаланатын жердің мөлшері, сапасы мен шаруашылығы туралы мәліметтерді алуға, өңдеуге, талдауға және сақтауға бағытталған. Жалпы мемлекеттік мәселелерді шешу барысында жер есебі мемлекеттік шара болып есептелінеді. Соның үшін оны жүргізудің міндетін, мазмұнын және тәртібін мемлекет анықтайды. Ол, яғни жердің есепке алу ақпараттарының мазмұны мен оны алу тәсілдерін, есепке алу және есеп беру құжаттары мазмұнын, есеп беру мерзімін, есеп жүргізетін органдар мен тұлғаларды жер есебін жүргізуге бақылау тәртібін анықтайды. Есепке алудың бейнеленген тәртібі республиканың барлық жеріне міндетті болады. Мемлекеттік есепке алудың объектісіне Қазақстан Республикасының бірыңғай жер қорының барлығы жатады. Бөлек салаларда, яғни мүдделер мен міндеттерін есепке алу мен жинақтық есепке алуды жүргізуге қажеттілік туады. Оны объектісіне нақты ведомствоның қарауына жататын барлық жерлер жатады. Жерді жинақтық есебі мемлекеттік есептің мазмұны мен талаптары бойынша құрылады. Жер есебі мемлекеттік шара ретінде мемлекеттік жер кадастрының құрам бөлігі болады. Мемлекеттік жер есебі белгілі жүйе болып, оған жердің сандық және сапалық есебі кіреді. Оның даму заңдылығына жер категорияларының, жер телімдерінің және алаптардың аудандарын анықтау, дәлдігін жоғарылату, жер сапасын сипаттамасын кеңейту жатады. Жер есебі сапасы жақсы жоспарлы картографиялық мәліметтер негізінде жердің нақты жағдайы мен пайдалануы бойынша жүргізіледі. Жер есебіне барлық жер қоры әкімшілік аумақтық бірлікке бөлінген, жер категориялары мен жерді пайдаланушылар, жер пайдалану мен алаптар жатады. Алаптардың сапасы топырақ қабаты, яғни топырақтың құнарлы заттармен қамтамасыз етілгендігі, жер бедері, жер оты құрамы қалыңдығы, мелиоративтік жағдайы және тағы басқалар бойынша анықталады. Есепке алу мәліметтерді жер ресурстарын пайдалануды жоспарлау көрсеткіштеріне қарағанда көбірек дифференцияланған және кеңейтілген болуы керек. Есепке алу мәліметтер жердің жағдайы және нақты өлшемімен, оны жүргізген уақытпен сайма-сай болуы керек, сонда ғана олардың практикалық құнды көрінетіні болады. Жерді есепке алу барысында есептеу классификациясында қарастырылған жергілікті белгілер мен заттардың мүмкіндігінше дәлдікпен, нақтылықпен анықтау қажет. Мемлекеттік жер қоры мемлекеттік жерді есепке алу объектісі болғандықтан, барлық жерлер оның құрамына кіретініне, оларды кімнің пайдалануы мен және иеленуіне жататынына, оларды қазіргі кезде пайдаланатынына және пайдаланбайтынына қарамастан есепке алынады. Жерде есепке алуды дұрыс жүргізудің негізгі шарты
ол оны өз уақытында және тоқтаусыз жүргізу болып табылады. Жерді есепке алу жұмыстары өз міндетіне, мазмұнына және ерекшеліктеріне байланысты жалпы кадастрда негізгі немесе алғашқы дейміз және күнделікті немесе келесі болып екі түрге бөлінеді. Бұл есепке алу түрлері бір-бірімен өзара байланысты және жерді есепке алудың бірыңғай үрдісінің белгілі бір кезеңінің білдіреді. Негізгі есепке алу міндетіне келесілер жатады. Яғни біріншіден бұл есептелінетін аумақтың барлық жоспарлы мәліметтерін алуды жүйелеу және талдау жасау. Екіншіден бұл жоспарлы мәліметтермен жер есебі мәліметтерінің қажетті алғашқы деректерін алу мақсатымен тексеру және түсіріс бойынша тиісті далалық жұмыстарды жүргізу. Үшіншіден барлық есептелінетін аумақтың пайдаланатын және қайта бөлістірілетін, яғни бөлінетін жерлердің сапалық жағдайын өлшемін анықтау. Төртіншіден бұл арнайы жер есептік жоспарлы мәліметтерді дайындау және жер есептік мәтіндік құжаттарға алғашқы жазуларды енгізу. Ал бесінші бұл жер қорына жер категориялары, жер пайдаланушылар, алаптар бойынша бөлістірілуін, құрамын анықтау және оларға әкімшілік бірліктер, яғни мысалы аудандар, облыстар бойынша сапалық сипаттама беру болып табылады. Алғашқы есепке алу түсірістер мен тексерулерді жүргізуге, жоспарларды құруға, аудандарды есептеуге байланысты. Анықталатын аумақ жерінің саны мен сапасы туралы толық және жан-жақты мәліметтер алу үшін оны жоғары мамандандырылған мамандар жүргізеді. Ол келесі кезең жұмыстарына дайындық және далалық есепке алу бойынша нәтиже жұмыстарын рәсімдеуден тұрады. Дайындық жұмыстарына келетін болсақ, бұл жұмыстың барысында анықталатын аумақ жерлерінің саны мен сапасы туралы мәліметтерін тұратын барлық мәліметтер мен құжаттарды жиналады. Жерді пайдалануды тіркеу құжаттарын, топографиялық, картографиялық мәліметтерді, шаруашылық аралық және ішкі шаруашылық жерге орналастыру мәліметтерін, әртүрлі бағыттарды тексеру мәліметтерін жинайды және зерттейді. Егер мәліметтер ескірмеген және натураға көшірілмеген жағдайда жоспарлы түзету бойынша жұмыстары көрсетіледі, немесе жаңадан түсірістер, тексерулер жүргізіледі, яғни далалық жұмыс кезінің бағдарламасы анықтайды. Енді далалық жұмыстардың жергілікті жердегі жер есептік мәліметтеріне қажеттілік туғанда арнайы қызметтер жоспарланады. Бұл жұмыстарға түсірулер, тексерулер, бұған дейінгі бар жоспарлы мәліметтерге түзетулер жатады. Далалық жұмыстардан кейін тиісті шаралар ол топырақ талдау, жер есептік және мәліметтерді рәсімдеу, аудандарды есептеу мен үйлестіру, арнайы жоспарлық есептік құжаттарды құру орындалады. Алғашқы есепке алу барысындағы тіркелген және анықталған мәліметтер уақыт өтуге байланысты талапқа сай болмай жарамсыз болып қалуы да мүмкін. Бұндай кезде шаруашылық пайдалану үрдісіне жерді бөлу мен құрамында белгілі бір өзгерістер болады. Сонымен соңғы жылдары жер телімдерін нақтылауға, шаруа қожалықтарына, кооперативтер мен серіктестерге ауылдық аудандардағы жерді бөліп беруге өзгерді. Бұдан басқа ауыл шаруашылық кәсіпорындарда шамамен 20%-дан алқаптардың трансформациялау жүргізіледі, яғни жыл сайын алқаптардың құрамы өзгеріп отырады. Бір түрінен екінші түріне ауыстырылып. Мелиоративтік шаралардың қысқаруына байланысты табиғи мал азықтық алқаптар мен егістік сапасы өзгеріп отырады. Елді мекендер жер құрамында да үлкен өзгерістер болды және басқа жер санаттары жерлерінде құрамы мен құрылысына жыл сайын өзгереді. Сондықтан алғашқы есепке алу құжаттарына енгізілген мәліметтер ескереді, оларды жаңарту күнделікті есепке алуды жүргізуге ықпал келеді. Күнделікті есепке алу міндетіне жердің саны мен сапасында, бөлінуінде болған өзгерістер туралы мәліметтерді анықтау және жазу, алғашқы есепке алу барысында жіберілген қателерді табу мен тиісті анықтауларда енгізу кіреді. Құжатта тек заңды өзгерістер белгіленеді. Сондықтан күнделікті есепке алу барысында тек қана нақты өзгерістерден басқа олардың заңдылығы да анықталады.
Күнделікті есепке алуды жүргізуде негізгі есепке алу мәліметтері қолданылады және тек жердің пайдалану мен жағдайында өзгерістер болған аумақ бөлігі ғана өзгереді. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.